Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Жетісу облысының Сәкен Сейфуллин атындағы орталық кітапханасының Сырлы қалам бағдарламасына қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта ақын, журналист Әміре Әрін. Жалпы Әміре аға, сізді ақындыққа жетелеген қандай кітап? Ақындыққа жетелеген мені ең алдымен анам. Өйткені жасымнан сол батырлар жырын оқып беретін, жақсы өлеңдерді өзіне ұнаған оқып беретін, содан ол кісі ән салатын адам болатын. Дауысы жақсы, ән салады. Ән салғаннан кейін оның бәрі енді сөздері бар ғой, мәтіні бар, тамаша сөздер. Біздің жас кезімізде мынау ең алғаш сол Қайықта деген әндер, Шәмшінің әндері шыққан. Соның бәрін біз шын екен деп ойлайтынбыз, әр сөзін өмірдегідей қабылдайтынбыз. Солай сол батырлар жыры, ананың әлдиі, кейінгі ол кісілердің өмірдегі айтқан әндері, айтқан әңгімелері, сырлары, соның бәрі бізді әдебиет деген ұлы айдынға алып келді жаным. Сізді көбіне халық журналист ретінде біледі. Біз ақын ретінде білеміз. Сыртта жүрген кезде көбіне кім деп білесіз, кім деп таниды? Ең алдымен енді журналист деп таниды ғой, өйткені енді өмір бойы сол мамандыққа бүкіл саналы ғұмырымызды арнадық, соның оқуын бітірдік. Ал енді ақындық деген енді әлгі қазақ айтады ғой, түйе мінген екі қазақтың бірі төрт ауыз өлең шығарады деп. Ол ақындық деген жалпы қара өлең, ол қазақтың қанында, жанында, анау тегінде жатқан дүние ғой. Мысалы, біздің эрамызға дейін 627 жылы Алып Ер-Тоңа деген Тұран империясының патшасы өмірден өтеді. Ирандықтар оны Афрасияб дейді. Сол кісі өткенде мынандай жоқтау айтылған ғой. Алып Ер-Тоңа өлді ме, қайғы қасірет қара жерге жетті ме, халқы қайғы кешті ме деген жоқтау. Қара өлең ғой жаным. Ол біздің эрамызға дейінгі, мысалы, мыңжылдықтардың ортасында. Ал одан бері қаншама тасқындаған дүниелер өтті. Соның бәрінде қазақ деген қара өлеңмен, поэзиямен ғұмыр кешті. Әуелі біздің хандарымыз, анау түркі қағанаттары, оның бер жағындағы Моғолстан, Шыңғыс ханның кезінде, Шыңғыс ханның өзі ақын болған. Сонда олар әлгі бір елден екінші елге барған кезде жазу жоқ қой, қағаз жоқ. Жаңағы өздерінің дипломатиялық қарым-қатынастарын поэзиямен жеткізген ғой. Мысалы, елші шауып келеді де ананың патшасына жырмен, қара өлеңмен жеткізген ғой. Не бір мемлекеттік шара олар. Сондықтан жаңа айтайын дегенім, өлең деген поэзия, қара өлең біздің қанымызда, ата тегімізден жалғасып келетқан дүние. Сондықтан әдебиетке аңсар ауған, қалам ұстаймын деген қазақ баласына біздің кешегі фольклорымыз, кешегі ауыз әдебиетіміз мол мүмкіндік береді. Сол секілді мен де мысалы анау 6-шы класста жүргенде анама арнап ән шығардым, өлең шығардым. Онда ұстазымыз сол. Ал кім өзінің анасын жақсы көреді? Бәріміз қол көтердік. Ал жақсы көрсеңдер, енді өлең жазыңдар дейді. Енді өлеңді бірден жазып кетпейді оған енді. Бірақ сол жазып әкелдім. Ұстазым бір-екі жерін өзгертті, кейін аудандық газетке шығып кетті, Пионер газетіне шықты. Содан ақын бала деп аталдық. Бірақ енді ақындарды оқытатын оқу орын жоқ қой, өзің білесің нарғыз. Ол біздің кезімізде Казгуде ұлттық университетте журналистика факультеті біреу-ақ болды. Соған оқуға түстік, сондықтан журналист болдық. Ал журналист болу деген оңай емес қой. Журналист болу деген ол қоғамның үні, халықтың атынан сөйлейсің, халықтың атынан мінберге шығасың. Оған жүрдім бардым қарауға болмайды. Көп уақытымды сол журналистік қызмет алды. Кейін журналистік қызметте жүріп сол газеттердің басшысы болдым. Ал басшылық қызмет ол тіптен уақытыңды жұтады. Ақындыққа жаңағы көп уақытымды арнай алмадым. Бірақ солай бола тұрса да, Құдайға шүкір, 3 жыр жинағым шықты. Әлі күнге дейін жазып келе жатырмын. Қазірдің өзінде жазған өлеңдерім бір кітапқа жуықтап қалды. Жаңағы айтып жатқан сөздеріңізде бар, одан кейін көп өлеңдеріңізден байқадым, Шыңғыс ханды көп қосады екенсіз. Соған қарағанда тарихқа жақындығыңыз бар. Енді ол әрбір қазақ өзінің
ата шежіресін білу керек қой. Тарих деген не? Тарих деген біздің әке шешеміздің, ата бабаларымыздың жүріп өткен жолы ғой. Солардың мұңы, жыры, шайқасы, мынау ұлы даланы қорғауы, тәуелсіздік жолындағы жанын пида етуі, енді ол мен азаматпын, осы елдің патриотымын деген адам, меніңше, тарихқа бармай тұра алмайды. Мысалы, мына біздің көрші Қытайда, анау Японияда, Кореяда мемлекет қызметке бару үшін міндетті түрде тарихтан, отандық тарихтан, отечественная история дейміз ғой, емтихан тапсырады. Дұрыс қой жаным, қалай сен мемлекеттік қызметке барасың, сен сол мемлекеттің тарихын білмесең, сол мемлекеттің кешегісін білмесең, сен қалай сол мемлекеттің келешегін болжай аласың? Қалай сен келешегіне қызмет ете аласың? Сондықтан тарих деген ол әрбір азаматтың білетін, әсіресе мына мемлекеттік қызметтегі, әсіресе мынау шетелдердегі дипломатиялық қызметтерде жүргендер, құдай-ау, шетелдік дипломатиялық қызметте жүрміз дейді, ата тарих тұрмақ, анасының тілін білмейді, қазақ тілін білмейді. Қалай қазақ мемлекетін о жақта түсіндіреді, қалай қазақ мемлекетін оларға насихаттайды? Сондай таңым бар, сондай көп қазақтың болмысына қиғаш келетін, біздің табиғатымызға мүлдем жуыспайтын бізде кереғар дүниелер көп жаным. Сондықтан жаңағы сенің сұрағыңа қатысты айтайын дегенім, тарихты білу керек. Сол тарихты білмегеннен кейін ғой, тарихты білмеген адам ол ата дәстүрін білмейді, ол біздің ұлттық құндылықтарымызды білмейді. Ал енді ата дәстүрін, ұлттық құндылықтарын, біздің ата бабамыздың ақ жолын білмегеннен кейін олар әлсіз болады. Көрінгеннің айтқанына әлгі небір ағымдардың, діни ағымдардың, мәдени ағымдардың, жат қозғалыстардың, жат әлгі ағымдардың жетегінде кетіп қалады. Сондықтан әуелі біздің қазір дәстүрлі ислам дініміздің ішіндегі ағымдарды былай қойғанда, көптеген қара көздеріміз өзге діндерге кетіп жатыр. Құдай, сонда не болды? Онда өзге дінге кетіп жатсаң, өзің ана тіліңді білмей жатсаң, онда сенің қазақтық болмысың жоқ қой. Соның барлығы тарихты білмегеннен дейсің. Соның бәрі тарихты білмеген. Егерде олар кешегі Еділ батыр Аттила анау 5-ші ғасырда бүкіл Европаны азат етіп, анау құл иеленуші Рим империясын құлатқанын білсе, Еділ батырдың біздің тікелей бабамыз екенін білсе, олар Шыңғыс ханның түрік екендігін, оның біздің тікелей бабамыз екендігін білсе, Шыңғыс ханның айналасындағы бүкіл сардарлары да, сарбаздары да осы бүгінгі Қазақстанды құрап отырған тайпалардың өкілдері екендіктерін білсе, әрине олардың патриоттық сезімі оянады, әрине олар рухтанады. Біздің бабаларымыз сондай бүкіл әлемді алыпты ғой, бүкіл әлемге біздің бабаларымыз өркениет таратыпты ғой. Бүгін біз неге бүгін ынжық болуымыз керек? Бүгін біз неге төменшіктеуіміз керек? Бүгін неге біз басқаларға есемізді жіберуіміз керек деп қайраттанады, ойланады, сөйтеді де жоғары қырандарша самғайды. Бізге сондай рух жетпей тұр ғой жаным қазір. Ал дәл қазір өзіңіздің шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар бар? Қандай жаңалықтармен бөлісе аласыз? Мен енді жаңалықтар болғанда, жаңа айттым ғой, журналистикамен жүрдім. Мінекей 11 жыл болды, Шыңғыс хан деген журнал шығардым. Жаңа тарихта шығып отыр ғой. Неге Шыңғыс хан деген журнал шығардым? Өйткені тәуелсіздікке дейін біз шынайы тарихты оқи алмадық. Ал тәуелсіздік алғаннан кейін тарихтарды оқысақ, түпнұсқаны оқысақ, әсіресе мынау көрші Қытайдан келіп жатқан деректерді оқысақ, Шыңғыс ханның кешегі сол түрік қағанаттарының жалғасы, кешегі Бумын қағандардың, кешегі Елтеріс қағандардың, солардың тікелей ұрпағы, солардың құрып кеткен ұлы қағандықтарының жалғасы ретінде екі Моғол ұлысын, Моңғол емес, Моңғолдардың қатысы жоқ, олар қалқалар ғой, Моғол ұлысын, демек екі Моғол ұлысы деген сөз, ұлы Моғол мемлекетін құрады. Соның кейін мен ойладым, Құдай, ол кісінің бір басылым болу керек қой, мінбері болу керек, трибунасы болу керек. Әлемде Шыңғыс хан деген журнал жоқ. Сол журналды мен құрдым. Мен өзім соның құрылтайшысы болып, 11 жыл болды шығарып келдім. Былтыр пандемия болды, үйтті-бүйтті қаржылай кішкене қиындық болып қалды да, қазір оның
жастарға тапсырдым, электронный вариантын шығарып жатыр, бірақ сол атымен Шыңғысхан дегенмен шығып жатыр. Ағылшынша, орысша, қазақша бүкіл әлемге тарап жатыр. Ол да творчество ғой, ол оңай емес тарих жазу деген. Ал енді сол бұрынғысы сол өлеңдерімді жазамын, бірақ өлең деген ол не емес қой, жаңағы мақала емес. Ой, бүгін мысалы ана үндеу қабылданды, үндеу туралы мақала жаз деп, я болмаса бұл арада жаңағы жаңадан бір бастама көтеріліп жатыр екен, мысалы жаңағы наурыз тойлау бойынша, я болмаса жаңа жылды қарсы алу бойынша дегендей, соған байланысты жасалатын мақала емес. Ол өлең деген, Мұқағалидың айтатыны бар ғой, өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген туады қайшылықта. Ол өлеңге ең алдымен сезім керек. Қазір ақындар көп, әлгі өлең құралдың техникасын меңгерген, ұйқасты тауып біледі, соған ақылмен қоя салып өлең шығарады. Олай болмайды. Өлең деген сезімнен туу керек, адамның жүрегінен шығу керек. Абай айтпақшы, жүректен шықпаған дүние, жүректе әлдиленіп шынайы тумаған дүние, ол ертең оқырманға жетпейді. Сол сияқты мен де адаммын ғой енді. Менің қуанатын сәттерім бар, ренжитін сәттерім бар. Мүлдем ешкімді көрмей, тарс есікті жауып алып, үнсіз қалатын шақтарым бар. Сол шақтарда кәдімгі мынау миыңның ішін кернеп, шықпаса болмайтын бір шумақтар болады. Сол кездерде өлең жазамын. Сол өлеңдер жаңа айттым ғой, бір кітап болып қалды. Оның үстінде бүгінгі қоғамға қатысты, кешегі өткенімізге қатысты, бүгінгі күні бәріміздің көңілімізді алаңдататын, жасты да, жасамысты да теріс жолға салып бара жатқан жаңағындай құбылыстар туралы, елдің ертеңгі туралы, бүгінгі жастардың рухты болып, саналы болып, әсіресе саналы болып өсуі туралы өлеңдерім бар. Неге? Өйткені қазақ айтады ғой, ай алла бала бермесең, бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер дейді. Сондықтан біз қазір жас ұрпақтың тәрбиесіне әдебиеттің өз негізгі функциясы адам тәрбиелеу ғой. Әдебиет деген айтады ғой, әдебиет тоқтаған кезде зеңбіректердің үні басым шығады деп. Әдебиет деген ол адамзатты құтқаратын құрал, адамды тәрбиелейтін, адамның жүрегіне жылулық себетін, адамның жүрегіне сәуле шашу арқылы бүкіл айналаны жарықтандыратын, ізгіліктендіретін құрал. Сондықтан да әдебиетке жүрдім бардым қараған мемлекетте шынайы өрлеу болмайды. Ол тек қана технократтар жаңағы құрал жабдық шығару арқылы, қазір көбісі айтады ғой, біз әдебиет қуып кеттік, ақындар көбейіп кетті, әншілер көбейіп кетті, технократ керек, бізге завод керек, фабрика керек дейді. Завод фабрикасы барларды көріп жатырмыз ғой, соғысып жатыр, бірін қырып жатыр. Демек не жетпейді? Демек жүрек жетпейді, жылылық жетпейді, адам тәрбиесінде кемшілік кетіп жатыр деген сөз ол жақта. Адамның несі бұзылып жатыр, несі әлгі пиғылы бұзылып жатыр деген сөз. Ал әдебиетті сүйген адам, жүрегі жылы адам, ол жамандыққа бармайды. Әуезовтің айтатыны бар ғой, Мұқаңның, домбыра тартқан баладан жамандық күтуге болмайды, қатыгездік күтуге болмайды дейді. Домбыра тартқан адам, ол енді анау музыканы сезінетін адам ғой. Ол сезімнің әлгі мөлдірлігіне көз жеткен адам. Ал енді сондай музыкаға беріліп, жүрегімен, бар болмысымен әуенге еліктеп отырған адам біреуді барып ұрмайды ғой. Болмаса біреуден барып бір затты ұрлап алмайды ғой. Міне бізге сондықтан да маңдайы жарқыраған, алдына айқын асыл мұраттар қойған, жүрегі жылы, ақжарма азаматтар керек. Оны тәрбиелейтін не? Әрине ата-ана, мектеп, жоғары оқу орны, орта, ол бір бөлек. Оның ішіндегі ең басты құрал әдебиет, оның ішінде поэзия. Міне соның бір үлкен ғимаратында өздерің қызмет етіп жатсыңдар. Кітапханалар деген қазір шын мәнінде руханияттың әлгі ту көтеретін орнына айналып келе жатыр. Мен соған қуанамын. Дәл осы тұста 2017 жылы өзіңіз берген бір сұхбатта айтыпсыз, таяудағы 10 жылда өмір салты түбегейлі өзгереді депсіз. Оған не себеп?
Нені меңзедіңіз? 14 жыл айттым ба? 2017 жылғы сұхбатыңызда. Ой, мен де әулие екенмін, иә. Әулие екенмін. 17-шіге 10-ды қоссақ 27 жыл болады, иә. Әлге жаманның айтқаны келмей, сандыраға келеді деп. Енді қазір Қасым Жомарт Кемелұлы не деп жатыр? 7 жылға сайланды ғой енді. Міне сол мерзімге келейін деп отыр ғой. Қазірдің өзінде ол кісі басшылыққа келгелі кешегі күні біздің әлгі ойымыз тұрмақ, түсімізде енбейтін жаңалықтар болып отыр. Қаншама әлеуметтік салада жаңалықтар болып отыр. Мемлекеттің саяси құрылымында қаншама жаңалықтар болып отыр. Мына сайлаудың өзінде қаншама жаңалықтар болып отыр. Анау мысалы партия құру үшін қазір 5-ақ мың адам жинасаң жетіп отыр. 5 мың адамның ол қазір бір-ақ күнде жинап жатқан партиялар бар. Ғажап өзгерістер бар. Бұндайды біз кеше күні ойладық па? Ойымызға келмеген. Демек 14-ке, 10-ды қоса, 17-ге, енді 5-6 жылдан кейін түбегейлі өзгерістер болады. Анадан менен сұхбат алды, мына Данияр деген азамат неде, телеарнада. Сонда айтып отырды, мына президенттің конституцияға, ата заңға өзгеріс енгізгендігін айтып келеді. Аға, келесі президент тағы да ата заңды өзгертіп жүрмей ме дейді. Мен айттым, жоқ дедім. Ол кезде ата заңды өзгертуге қоғамда, мемлекетте қажеттілік болмай қалады. Неге? Өйткені мына ата заңның негізінде бар заңдар жұмыс жасап тұрса, халықтың айтқан талап тілектерінің бәрі орындалып тұрса, барлық жерде әділетті қоғам тамыр жайып, мемлекеттік институттың барлық тармақтары халыққа, елдің дамуына, мемлекеттің келешегіне жұмыс жасап тұрса, жыны бар ма ол ата заңды өзгертіп? Міне, сол айтпақшы, мынау менің әулиелік, Әміре ағаның әулиелік. Бұл ертең былай шығарамыз ғой, Әміре аға 10 жыл бұрын барлығын болжап қойыпты деп. Соған келе жатырмыз айналайын, тфай. Жақсы, өзіңіздің Айқабақ атты кітабыңыздың Махаббат мұнарасы бөлімінде 31-ші бетте екен. Бүгін барлығын қарап көрдім. Жастар үшін махаббат күні саналатын әулие Валентин күні туралы жазыпсыз. Осынау кеңінен аталып өтілетін мерекеде жақындап келеді, ол білесіз. Осыны қысқаша өзіңіз жастарға түсіндіріп өтсеңіз. Ол енді айналайын, махаббатсыз өмір тұл дейді Абай атамыз. Махаббат керек. Бірақ мәселе қандай махаббат деген әңгіме туады ғой. Анау Валентин күні деген, Валентин деген ол бір шіркеудің қызметкері болған адам. Оны әлгі бір гуманды адам ретінде көрсеткісі келеді. Олар бір өмірден айналасындағылардан запа шеккен адам ретінде көрсеткісі келеді. Бірақ оның өзі шын ба өтірік ешкім білмейді. Ал енді сонда біз шын ба өтірік екенін білмейтін және басқа халықтың, басқа менталитеттің, басқа діннің тойлап жатқан дүниесін, солардың әлгі өздерінше әспеттеп жатқан әлгі біреудің қаңсығы біздің таңсығымыз демекші. Біз неге олардың жолымен жүруіміз керек? Әсіресе жастар. Жастар деген жаным ол елдің болашағы ғой. Сонда елдің болашағы өзге діннің адамдарын жаңағы солардың өнеге алып атса, солардың жүріп өткен жолымен жүріп атса, онда қазақтың жолы қандай? Қазақ мемлекетінің келешегі қалай болмақ? Осы ой мені толғандырады, қатты толғандырады. Оның кезінде жаздық, мен де жаздым, ол кезде Жетісу газетінде басшымын. Біз кәдімгі айқара бет көтеріп тұрып, бұны проблема қылып жазғанбыз. Сонан кейін менде туған ғой. Қазақтың өзі қозы көрпеш баян сұлуы бар емес пе жаным ау? Қозы көрпеш баян сұлудың күні. Мысалы Қыз Жібек төлеген, енді қазір қозы көрпеш баян деп жүр ғой біздің қазақ қоғамында сәуірде. 14 сәуірде тойланып жүр. Бұның бәрі жаңағы біздің мына әсіресе журналистер қауымның, жаңғыз менің деп отырған жоқ, бүкіл қазақтың әр аймағындағы және республикалық газеттердің табанды түрде 2-3 жыл біз жаңағы бір-бірімізді қолдап жазып, насихаттаудың арқасында мына Валентин күнінен қоғамды арашалап қалдық. Міне сонда мен жаңағы осы дастанды жазған болатынмын. Көрдіңіз ба? Недегі жаңағы Айқабақ кітабында. Айқабақ кітабында арнайы дастан жаздым. Өйтпесе болмады.
Ақын Жұматай Жақпаевты ел Ләйласымен таниды. Осы тұста сіз де Ләйлаға Жұматайдың жұмағы деп баға берген екенсіз. Неліктен? Енді ол Жұматай деген қазақтың ғажап ақыны ғой. Қазақтың ешкімге ұқсамайтын, қазақ поэзиясына өзіндік үнімен, өзіндік өрнегімен келген ақын, әсіресе жастар жағы поэзиясын сондай іздеп жүріп оқиды. Жұматайды көзінің тірісінде Жұматайды қазақ поэзиясы қағаны деп атаған, аңызға айналған. Енді әр ақынның өз музасы болады, оның Ләйласы болды. Ләйла деген қыз шынында да өмірде болған, бірер мәрте кездескен, кейін ол кісі Мәскеуге кетіп, былтыр ма алдыңғы жыл ма ол жаңағы қыз Жұматайдың музасына айналған, өмірден өтті деп біз оқыдық неден, бұқаралық ақпарат құралдарынан. Сол топтама сериялық өлеңдер шығарған ғой біздің Жұматай Ләйлаға. Ғашықтық деген енді ол сиқырлы дүние ғой. Сол ғашықтық. Мен сондықтан да мен Жұматайдың Ләйласы, Жұматайдың махаббаты мұнарасы, Жұматайдың поэзиясының бір үлкен бір несі, не деуге болады, тіреуіне, алтын діңіне айналған жаңағы қазақтың бір мөлдіреген қызы ғой. Сондықтан да сол үшін біз Жұматайдың музасы, Жұматайдың Ләйласы деп, Жұматайдың жұмағы деп. Жұматайдың жұмағы ғой. Жұмақ адам деген ол шын сүйген адам бәрін ұмытады ғой. Шын сүйген адам ол әуелі өзінің тағдырын да ойламай кетеді. Ол жан тәнімен жаңағы адамға беріледі, оның айтқан орындайды, ол үшін жанын пида етуге дайын болады. Көзін жұмып кез келген ерлікке баратын дәрежеге көтеріледі. Жұматай да сондай дәрежеде поэзияда мүсіндеп шықты ғой біздің жаңағы Ләйла деген қызымызды. Осы уақытқа дейін өзіңіз өңірдегі жазушылар одағының директор қызметін атқардыңыз. Біраз жас ақындармен жұмыс жасап келесіз. Жас буынның ішінде сенім артып, үміт күтетін жас ақындар бар ма? Жастар енді ол өмірдің заңдылығы. Алдыңғы толқын ағалар абай айтпақшы, өтеді өмірден, кейінгі толқын келеді. Сонысымен қазақ әдебиеті мәселенге ғасырлар бойына алтындай жарқырап, уақыт өткен сайын өзінің өңін де бермей, түсін де бермей, қайта тынысын кеңейтіп, құлашын кеңге сармап келе жатыр. Жалпы қазақ поэзиясы қазіргі таңда білгіштер айтып жатыр, зерттеушілер әлі анау прозадан да, қазақ прозасынан да қазір биіктеп тұр деп. Шынында да солай, өйткені жаңада айттым ғой, поэзия деген ол енді қазақпен егіз, қазақтың жанымен бірге жаратылған дүние. Қазір мықты ақындар бар, олардың біреуін айтсаң қалғандары ренжуі мүмкін. Қазір кәдімгідей бірін-бірімен іркес, тіркес, бірінің жаңағы шаңын бірі жұтпай-ақ өзінше бір әлем боп, поэзияда өзіндік әлемін, өзіндік шаңырағын, өзіндік болмысын түзіп келе жатқан ақындар өте көп. Оған біз қуанамыз. Өйткені ол елдің мұрасы, елдің байлығы, қазақ әдебиеті деген, Құдайға шүкір, қазір әлемдік әдебиетте өзіндік орны бар. Қаншама ақындарымыз ағылшын тілі арқылы қазір бүкіл неге танылып жатыр, адамзатқа, әлемге танылып жатыр. Кешегені Мұқағали туған күні кімде туған? Біздің Ғалым Жайлыбай деген мықты ақын ағаларың бар. Былтыр мемлекеттік сыйлық алды, қазір Астанада тұрады. Сол ғажап кешін өткізді өзінің 65 жылдығына орай. Сонда айтып жатыр да, қатысқан азаматтар, Ғалекеңнің поэзиясы ғаламдық поэзияға айналып кетті деп. Бізде ғаламдық деңгейдегі ақындар бар. Тек оларды жаңағы аудармасы жетпей жатыр. Аударма деген ғой, ол қай бір нені болмасын, өлең болсын, проза болсын, қай жанрда болмасын, тура сол түпнұсқадағыдай аудару мүмкін емес. Өйткені ол әр адамның ойлауы, сана сезімі, өмірді қабылдауы, оны өзінше жаңағы көркем беру ұқсамайды ғой. Ол миллион ақын болса, миллион түрлі. Бірақ соған қарамастан қазір қазақтың жастарының поэзиясы да шетелдіктерге шығып жатыр.
тәуба дейміз. Қазақ поэзиясы әлем деңгейінде, жалпы қазақ әдебиеті әлем деңгейінде ешкімнен кез емес. Менің ұғымымша сол алдыңғы ондықта тұр. Жалпы сөзден өткір қару жоқ дейді қазақта. Ежелгі би шешендеріміз даудамайды бір ауыз сөзбен тоқтатқан ғой. Ал қазір дәл осы сәтте өткір тілді сөзбен тоқтау қоятын тұлғаларымыз бар ма? Айтасың, бір ауыз сөзбен, бүкіл бір елді тоқтатып, бір ауыз сөзбен бір елді бүлдіріп жатқан дүниелер бар. Қазір бізде сөз көбейді ғой, біз өзіміз кішкене сөзге бейімдеу, сөзіміз ұзын, ісіміз қысқалау еді бұған дейін де. Қазір мынау Қасым-Жомарт Кемелұлы келгелі, шынайы демократ, шынайы тәуелсіздігің енді келді мінекей. Бұған дейін бұлай ашық, шашық, ешкім пікірінде өзінің ішкі сезімінде қоғамда ашық білдіре бермейтін. Берсе айтпады ма, 30 жыл болды, неге айтпады? Қатпар проблемаларды, қоғамдағы жаңағы өрескел дүниелерді, жаңағы теріс қылықтарды бірен-саран ғана адам айтып кетті. Қазір бәрі айтқыш. Анада президент сынады ғой, диванный нелерде, блогерлер деп диванда жасады да, шынайы өмірдегі болып атқан оқиғаларды білмейді, біреуден естігенін әлгі түймедейді түйедей қып, кәдімгі аузымен оратындар көбейіп кетті. Бірақ бұл да бір өтпелі кезеңнің, енді біз 30 жыл бойы аузымызды буып келді ғой, айттырмай келді ғой. Ал енді айт деді. Содан жапа-тармағай айтып атқаны ғой, халықтың үлкені бар, кішісі бар, ұлы бар, қызы бар дегендей. Бұл да өтеді. Соломон патша айтпақшы, бұл да өтеді деп. Бұл да өтеді. Бұл да бір сондай әлгі мынау шынайы демократияға өткен кездегі бір іштегі жиналып қалған запыранды ақылдатып бір сыртқа шығаратын бір кезең деп есептеймін. Бәрі орнына келеді. Өйткені мына қоғам түзеліп, халықтың тұрмыс жағдайы түзеліп, елдің экономикасы оң жолға түсе бастағаннан кейін халық рухты ойлайтын болады. Елді қазір елдің келешегін ойлап жатқанда шама, олар бүгінгі күнді ойлап жатыр бәрі. Өзінің жаңағы қара басының, қарынның қамын ойлап жатыр. Құдай-ау, жеке басының күн итекеш итте көреді ғой. Сен мынау ұлы даланың перзенті емессің ба? Мынау кешегі күні бар әлемді алған, әлемнің 4-тен 3-ін алып қана қоймай, соларға өркениет таратқан даңқты бабалардың біз ұрпағымыз ғой. Біз неге қарынның ғана ойлауымыз керек? Немесе өзіңнің қамың, отбасының. Сонда мемлекеттігім ойлам, жаңғыз президент ойлай ма? Жаңғыз президент қай жағына жетеді? Қанша әлгі ханда 40 кісінің ақылы бар деп айтамыз ғой. 40 тұрмақ деп 80 кісінің ақылы болса да, жалғыз адам не істейді? Сондықтан біздің қазіргі ең басты дүние бәріміздің бірігіп, бір атаның балаларындай, бір арнамен жүріп, бір мақсатта, бір ізгі тілекпен еңбек ететін сәтіміз туды. Міне соған қазір бет алуымыз керек, соған бет түзеуіміз керек. Сондықтан да мінекей қазір мәжіліс сайлауына, мынау мәслихаттарға мажоритарлық дейді. Мәселен, мәжілісте 30% жеке мандаттардан түседі кандидаттар. Мысалы, аудан, қалалар, олар толықтай жеке мандат бойынша түседі мажоритарлық жүйемен. Ал мына қалалықтар, мына облыстықтар, олар жартылай. Жартысы, жартылай партиялық тізіммен, жартылай мажоритарлық жүйемен түседі. Міне осының бәрі одан әрі халықтың белсенділігін арттыру ғой. Айт, шынығыде сен шын патриот болсаң, шынайы кемшілікті, болып отырған кемшілікті және оны түзетудің жолын айт. Сен сөйтіп өзіңнің басқаны тіпті мемлекет қойғанда сен үйдегі балаңның, немереңнің, шөбереңнің келешегіне бір мысқалда болса үлес қосасың ғой. Солардың жарқын өмір сүруіне, жақсы білім алып, дамыған, ешқандай жаңағы
қорғанысы мықты, ешкімнен қорықпайтын, үрікпейтін, мемлекетте өмір сүруінің қамын жасауға атсалысқан болар еді, егер де соны ойлап түйсінетін азаматтар болса. Әмір аға, өзіңізді біз еліміздің рухын көтеріп жүрген журналист ретінде жақсы білеміз. Ал ақын ретінде оқырмандарға қандай кітап ұсынасыз? Қандай не дейсің? Ақын ретінде оқырмандарға қандай кітап ұсынасыз? Оқуға қандай кітап ұсынасыз? Менің өзімнің кітабым ма, жоқ әлде? Менің кітаптарым бәрі бар ғой. Жалпы сіздің өзіңіздің ұсынатын кітаптарыңыз қандай? Басқа авторлардың ба? Осы кітапты оқыса екен мына оқырмандар. Жоқ, жаным, ол енді оқу керек, оны енді мектеп бітірген адамдардың бәрі программа бойынша оқиды ғой. Сондықтан мен өзім оқыған кітаптарым бүкіл жырауларды, кешегі біздің даңқты ары кеткенде 4-5 ғасырлық Мұхтар Мағауин бәрін жасап шығарды, 5 ғасыр жырлайды деп. Жыраулардың поэзиясын оқу керек, фольклорды оқу керек, батырлар жырын оқу керек, Абайды оқу керек, Ілияс Есенберлиннің бүкіл тарихи шығармаларын оқу керек. Қазақтың мысалы мықты прозаиктар, Әбіштер, Төлен Әбдікіптер, Бексұлтан Нұржекеев, Құдай-ау өзім оқығандар, Бексұлтан Нұржекеев, бүгінгілерден кімді? Бүгін енді прозаиктер жастар көп, қайсы бірін айта бересің. Бірақ негізгі кітаптар жаңағылар. Дулат Исабеков деген мысалы қандай прозаик, қандай ол философиялық төркіммен жазады, соңғы өте қарапайым жазады. Қазір пьесалар, Құдай-ау, ағылшын, Англияда, Брюссельде, анау Санкт-Петербургте, бүкіл Еуропада қойылып жатыр. Құдай-ау, ол арман еді ғой кешегі күні. Пьесаң тұрмақ, бір әңгімең, емесе бірер өлеңді өзге тілде сөйлету арман болатын. Пьесалар қойылып жатыр. Және мысалы былтыр Бөрте деген пьеса жазды. Ол Бөрте Шыңғыс Қағанның несі ғой, әйелі. Қазақша зайыбы дейді ғой. Зайыбы. Сонда қоңырат тұруынан. Сонда енді Шыңғыс Ханды әлі біз енді түркі деп дәлелдей алмай жатырмыз ғой. Ол енді бірақ Аллаға аян дүние ғой. Сонда Дулат ағаларының ақылдылығы оның әйелін Бөрте, енді Қоңырат деген біздің қазір мемлекетімізде құрап отырған тайпалардың бірі ғой. Сол арқылы бүкіл сол кездегі қазақтың болмысын, егер ол кезде түркілік қой, түркілердің болмысын, біздің ерлігімізді, қыздарымыздың даналығын, олардың бала тәрбиесіндегі парасаттылығын, оларды елді біріктірудегі керемет рөлін сомдап шықты ғой. Қараңыз енді Шыңғыс Ханның әйелі қазақ болса, Қоңыраттың қызы болса, өзі мына моңғол болса, сонда ол қалай әйелімен переводчик арқылы сөйлесті ма, баласымен тәржімашы, аудармашы арқылы сөйлесті ма. Міне сөйтіп Шыңғыс Хан тануда, жалпы біздің тұлғаларымызды, бабаларымызды тануда осы Бөрте пьесасы арқылы Дулат тағы да бізге үлкен өнеге көрсетіп отыр ғой. Бүкіл әлемге қазақтың қыздарының қандай болатындығын, қазақ қыздарын көрдің ба? Бүкіл әлемнің несі болған, ұлы қолбасшысы болған 2000-ші жылдықтың адамы, ол 2000-ші жылдықтың адам болып есептеледі. Бірінші мыңжылдықтың адамы ол Христос, Иисус, көрдіңіз ба? Сонда ол Иисус Христос деген пайғамбар десек, сонда Шыңғыс Қаған пайғамбарлық дәрежеге жетіп отыр ғой. Сол пайғамбарлық дәрежеге жеткен тұлғаның әйелі сенің әпкең болып отыр ғой. Нарғиз, көрдің бе? Міне біздің ұлылығымыз қайда жатыр. Тарих барлығы айналып келгенде тарих дейсіз ғой. Иә, тарих. Оқырмандарымызға өзіңіздің тарапыңыздан бір өлең болса. Енді Наргиз кешегіне бүкіл қазақ жұрты Мұқағали Мақатаевтың туған күнін атап өтті ғой. Бізде де Жансүгіров атындағы сарайда үлкен кеш болды, соған қатыстық. Сол Мұқаңа осыдан 30 жыл бұрын жазған бір өлеңім бар еді, соны оқып берейін. Мұқаңның әруағы рухы шат болсын. Адамзат аңсар сырыңды, жылдарым менің жылдарым, жазылмай қалған жырларым. Мұқағали Мақатаев. Жазылмай қалған жырларың, адамзат аңсар сырларың, жылдарың қайран жылдарың, өлеңге шалған құрбаның, жалынын алып жылдардың,
басыңа апта жыл бардым, асқақ рух билеп бойымда, жепсітті жонын қырлардың, жырларың әрлеп жер бетін, жылдарың елес елге тым, жалғады жырың ғасырды, беумұха жұртқа сенбетім. Сенбегей уақыт жалғанға, қайыр жоқ мұра малданда, жыр тұлпар ғарыш самғап жүр, өзгесі сізге арман ба, басқасы бізге арман ба. Таралып тағдыр баяның, қол сөзіп күнге таядың, күрмеліп қалдау бір әуен, шырқайын айтшы қаяның. Хан тәңір таудың асқары, бел балаң жырдың аспаны, бекзаты мына заманның, біле алмай жүрау басқаны. Ай туып оңнан қияқты, есіліп еркек күйақты, музалы мұқаң соңынан, өлеңге бару ұятты. Келді. Қандай керемет өлең, хан тәңірінің мұзбалағына қандай өлең арнасаңыз да кем болмайды ғой. Кем болмайды, бүкіл қазақ халқы арнаса да артық болмайды шығарым. Дұрыс айтасыз. Рахмет. Әміре аға, осы кітапханамызға келіп, Сырлы қалам бағдарламасына сүбелі сұхбат бергеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Сырлы қаламыңыз мұқалмасын дейміз. Рахмет. Өздеріңе де шығармашылық табыс тілеймін, аман болыңдар. Рахмет. Құрметті көрермендер, Сырлы қалам бағдарламасы осымен тәмам. Бізде бүгін қонақта болған жазушы, журналист, Алматы облысының құрметті азаматы Әміре Әрін. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.